Сонымен президент тапсырмасына сай, еліміздегі мектептер 5 күндік оқу жүйесіне қашан көшеді? Президент тапсырма берді ғой. Қашан орындайсыздар? Мына өзіміз көреміз, сосын бәрін дайындалып, сосын орындаймыз, қорқпаңыз. Сосын өзім шығып, қанша уақыт бір жетінің ішінде сізге жауап береміз. Жалпы өтеміз ғой, 5 күндікке? 5 күннің ішіне сыймайды. Бүгіннен бастап еліміздің барлық мектептері 5 күндік оқу жүйесіне көшті. 5 күнде программаға үлгермейтін сияқты меніңше. Бір класста 30 бала, 25 бала. Өз тілінде меңгеремей жүрген бала ағылшын тілінде қалай меңгереді? Министр ағылшын тілінде өтетін сабақтарды да білім жүйесіне күштеп енгізіп, артынша оның оқытылуында ерікті деп өзгертіп, жауапкершіліктен ақырын ғана бас тартқан болатын. Оқушының сабақ үлгерімін онлайн режимде қадағалап отыруға арналған электронды күнделік мәселесінде шу шыққан соң ата-аналар мен мектептер еркіне деп қалдырған еді.